саламатсыздар ма? Бүгін мінекей шемішкі майға жуаны қуырып салатты бастап жатырмын. Бұл салат бізде жаңағы бұрын жасадық қой, помидордың соғындағы қияр деген. Енді біз помидордың соғындағы кабачки деп жасап жатырмық. Тәтті бұрыш керек бізге, тұз керек, чеснок керек, 2 бас жуа керек, шемішкі май керек. Бар болғаны осы заттар. Ащы бұрыш бір штук қосыңызға болады, егер жақсы көрсеңіз. Біз ащы бұрышты бұл жолы қоспаймыз деп шештік. И сабыз да қосқан жоқпыз, себебі қазір сабыз болмай қалды. Мен тез-тез жасап жатырмын. Және бұны помидорларды тазалап, жуып, мясорубкадан өткізіп алып, соның соғын осыған құйып жіберу керексіздер. И сосын бетіне кабачки салып қайнатып. Ал менде помидорлар огородта шамалмен күтіп тұрып қалған, кішкене босаған, сол себепті мен бұларды майға осының ішінде томат сияқты қылып бірге қуырып жіберейін деп жатырмын қазір жақсылап. Сосын погружной блендермен езіп жіберем. И содан кейін үлкен ірі қылып тураған нені кабачки салам. Жақсы, бастаймыз. Мінекей мен помидорды қайнаттым бір 20 минутте, үстіне бір кеседей шекер салып жібердім. Онымен бірге тағы қайнатамыз. И чесноктарды да салып жібердім. Міне тағы да чесноктарым бар, ұнтақтап турайым. Кабачки да үлкендеу қылып турайым. Тәтті бұрышты үлкендеу қылып турап, бәрін бірге қайнатамыз. Мынаның астында жаңа шыжғырылған жуа қалды. Жуа. 2 бас жуа, шемішкі маймен. Сосын соларды бір 30-40 минут бәрін асықпай қайнатамыз. Мінекей нелерді шықты салаттар. Уже банкіге қиып тастаппын мен бұлар. Қазір жауып тастайын деп жатырмын. Әдемі дәмді салат болып шықты. Кабачкилерін де мен езіп пісірдім.